Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Айымгүл панкейки жасайтын боламыз. Өте дәмді, бір жасағаннан дайындалатын, ешқандай қиындығы жоқ. Қолжетімді үй жағдайында тағамдардан жасалынады. Сондықтан жасап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Біздерге ең алдымен керегі жұмыртқа. Жұмыртқамызды алып, ыдысымызға жарып аламыз. Одан кейін бізге секер керек болады. Секерімізді қосып, венчикпен секеріміз ерігенше араластыратын боламыз. Одан кейін бізге сүт керек болады. Сүтімізді ең алдымен жылытып аламыз. Жылытылған сүтімізді қосамыз. Оны да толықтай араластырып аламыз. Одан кейін бізге разрыхлитель керек болады. Оны ұнымызға салып, араластырып алып, одан кейін барып қосамыз. Бірден салуға болмайды, аз-аздан осылай бөліп салып араластыратын боламыз. Одан кейін бізге ерітілген сары майымызды қосып араластыратын боламыз. Пісірместен бұрын міндетті түрде табамызды қыздырып аламыз. Сары май қосқандықтан табаны майлап керек емес, жабыспайды. Енді табамызға панкейктарымызды пісіреміз. Осылай екінші жағына ауыстырып пісіріп отыратын боламыз. Панкейктар міне өте тез піседі. Және бетіндегі көпіршіктер, пузырьки жаңағы, олар тесіліп піскен сайын, ол панкейкіміздің пісті деген сөзі, екінші жағына аудару керек деген сөз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Осылай толықтай пісіріп алатын боламыз.
Мінекей достар, бізде осындай өте әдемі панкейктер шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Мен алдымен ортасына нутелла салғым келді. Бірақ өзі дәмді болғандықтан, сондықтан салмадым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады.